Мен де айтамын да, сол кәсіптегі істеп жүрген бауырлар, мысалы, келеді, неше түрлі адам, неше түрлі орта. Ой, енді күн сайын неше түрлі адаммен кездесесің бар ғой. Сонда айтады да жаңағыдай, мен байқап тұрмын жаңағыдай, мен кіріп бара жатқан сияқтымын, бүйтіп бара жатқан сияқтымын дейді. Бірақ оның қарамағында кәдімгідей 150-ге дейін адам жұмыс істейді ше. Қанша адам семьясын асырап отыр. Біраз бала семьясын асырап отыр да, шынымен өзі сол жерден. Соның бәрін тастау керек еді негізі дейді да. Тастап ілім алуға кетейін деп едім дейді. Жасы нормально анан. Мен айтамын, көке, ашуыңды бастаймын да. Сен қазір ана осылай күшті қылып көрсетіп жатыр деймін да, ілім алу. Сен ілім алудың өзінің қиыншылығы бар. Сен мына жақтағы тәтті өміріңді ол жерде таба алмайсың. Сол үшін сен осылай жалғастыра бер. Сен одан да ілім алып жатқандарға көмектес. Сен иншалла соның сауабын аласың. Ілім алғың келіп өліп бара жатсаң, мысалы, қатты қоймай, онда көр деймін да, барып кішкентайдан барып көр. Сосын ілім алу деген жаңағыдай бір кетіп қалып 7-8 жылда шариғатты меңгеріп келу емес қой. Сол ғой, ілім алуды бізде сөйтіп ойлайды да, тастап кету керек дейді да. Жоқ. Мен бір кісіні білемін, бір кісіні танимын да. Енді қазір өзі көріп ренжіп қалып жүр. Айтпай ақ қоя салайын. Қай жерде, бір жерде бірге жобаласып оқығанбыз. Ол мен бәрін тәрк етіп тастағанмын дейді да. Дүниенің бәрін тәрк етіп тастағанмын. Мен айдайтынды айдап тастағанмын, машинаның түр-түрін жақып тастағанмын, бүйтіп тастағанмын дейді. Маған бірақ ұнамады да, неге бүйтіп айтып жатыр деп. Сөйтіп жаңа оқу бітті, не қылды, бір күн қарасам жұмыс істеп жүр да. Не болды деймін да, баяғыда керек емес сияқты қылып лақтырып кеткен ғой бәрі. Сөйтіп білімге түсіп кеткен да. Дүние деген ауызбірле деп. Енді соны қайтадан жинау үшін жұмыс істеп жүр да. Олай ондай ақымақтыққа баруға болмайды. Дүниені тәрк ету деген ол емес та. Андай түсініп қалдым, Нұрсұлтан ұстаз, андай адам, бір адам жалпы басқа сферада жүрген адам, бір жаңағыдай кәсіпкер адам басқа жүрген, ол өзін қаридан немесе бір ұстаздан төмен санау, ол негізі дұрыс емес түсінік негізі. Мысалы, былай ақиретте мен ұстаздармен бірге болуым үшін мен міндетті түрде ұстаз болуым керек, немесе қарилармен бірге отыру үшін міндетті түрде қари болуым керек ақиретте, олармен бірге жүру үшін де. Ол негізі дұрыс емес түсінік негізі. Өйткені сахабалар, енді өзіңіз білесіз ғой, соны айтамын да, шамамен 120 мыңдай ма негізі сахабаның саны? 100-ден көп па енді? 120 мың мен 110 100 мыңнан көп сахаба да. Оның қарасаңыз, оның барлығы ұстаз емес қой, оның барлығы ғалым емес. 400-ағы мысалы, ананың ішінде 400-ағы ғана шамамен іліммен айналысқан. Ақиретте барлығы сол пайғамбардың айналасына жиналады. Былайша пайғамбармен бірге болу үшін, иншалла, ақиретте міндетті түрде қари болу, ұстаз болу шарт емес. Біз соны шарт қылып ана мен жерде дүниеге кіріп кеткем деп өзін төмен санап ұстаздарына мен оданша ілім алайын деп бәрін тастап кету, ол негізі жаңағыдай түсініктің ілімсіздіктің ана бір от қызумен, шоқ қызумен ол тастады да, сөйтіп тастап кететіндерге айтып жатқан ғой, кәсіпте. Мамандық ретінде ілім іздену ғой енді, жаңағы шариғатты меңгеру тереңірек, имамдық мақсатта деген сияқты. Сен күніңнің бір бөлігін арнасаң да меңгересің оны. Ана осы орайда жаңа нені айтқым келіп тұр, Омар ибн Хаттабтың оқиғасын хадисте келтіреді Бұхариде. Біз жаңа кезекпен түйе бағатын едік дей ма, қаланың сыртында ғой. Сол жақ қасында екінші серігім бар дейді. Ол екеуміз кезектесіп, бір күн ол бағады, бір күн мен бағам. Осы кезінде барып Пайғамбардан не істейді? Ілім үйренеді, хадис үйренеді. Осылай да алып жатыр да ол кісілер. Бір күн барады, сол үйреніп келгенін маған айтады дейді. Келесі күн мен барам. Сол секілді аз-аздан өзіне қажетті жаңағы адал кәсіп дейміз ба, мысалы сол жағынан медицина болса медицинаға қатысты білім толықтырып деген секілді осылай да алуға болады. Жаңағыдай істеп жатқан нәрсесін түгелдей тәрк етіп, оған жеңілдетілген істі тәрк етіп, жаңағыдай ваз кешіп кетудің керегі жоқ та. Оның табиғаты сол жаңағыдай ғой, тасты көтерсе алтын көтеретін балдарда жаңағыдай. Или біреулер солай айта ма оларға ше, осы тақуалық деген осы деп. Баяғыда мен таң қаламын да, кетіп бара жатады да бәрін тастап. 40 күнге шығатын жамағаттар ше, отбасын тастап, бала шағасын тастап, Индияға дейін кетіп қалатындар болды ғой. 40 күнге шығатын жамағат. Бала шағасы біреуден тілемшілікке түсіп кеткен ана. Абырой кетті, тілемшілікке түсіп кетеді. Әйелі бір тіпті ары тапталатындай жерге дейін жұмыс істеп деген секілді ше. Ол керісінше ол сапары ол үшін пайдалы болмайды. Кеше күн арқалайды отбасын осындай апарып қойғандығы үшін. Ол қызы да басқа жерлерге бұзылып кетуі мүмкін деген секілді ше. Әртүрлі нәрсе қазір ауыр мысалы заман. Сол үшін дұрыс бір ортасын ұстап, хикмет деген дүние керек те. Дінді дұрыс түсінейік деп Алладан негізі дұғалардың арасына қосу керек те. Өйткені дін деген осы екен деп. Тәшәддүд деген нифаққа апарады деп кеше кім айтып жатты ғой, кішкентай балада.
адам дінді бүйтіп жоқ ондай мындай дей берсең адам бір күні қалай нифақ мұнафық болғанын білмей ол да қалады. не шығып кетуі мүмкін бәрін тастап намаз десең жалығып деген Жалық секілді иә ше. адам деген кәдімгідей безіп кетуі мүмкін бұл нәрсе. Не болып кетті мына өмір қиындап кетті. оның ғой. барлығы айболса айтқандай ілімсіздік қой. Негізінде кемі ол уақытым жоқ дегеннің өзіне аптасына бір рет тұрақты түрде бір ұстаздан ілім алу керек. Сол үшін мынау жаңағы сахабаларды айтып жатырмыз ғой. Сахабалардың ішінде жауынгер сахабалар болды. Оларға білім алмадың деп ешкім ұрыспады. Иә. Бірақ өздеріне керекті жаңағы сол жорыққа қатысты мәселелерді бірді үкімдерді. Бір топ сахабалар болды, тек ілім берумен айналысты. Мысалы Абдулла ибн Аббас, Муаз ибн Жабалдар. Бір топ сахабалар болды, кәсіптің түбін түсірді. Олар мыналарды қолдап отты да. Саудада не Иә. жүргендер. Осылай да жалпы қызық нәрсе дейінші осы жерде. Мысалға мынадай да меккеліктер сауданың түбін түсіретін халық та. Өйткені керуен ли иляфи Құрайш иляфихим рихлата шитаи вас сайф. Олардың қысқы бейбіт жазғы бейбіт көшулері сол саудамен болып атты. Иә. Қыста Йеменге барады, жазда Шамға барады. Орталықта орналасқандай. Иә, жүрегі анау керуеннің жүрегінде орналасқан да Мекке. Енді қараңыз, сауданың түбін түсірген жігіттерге Алла тағала көшіңдер деді. Аққа төбелестің түбін түсірген жігіттерге. Мәдинаға. Енді хижрет оқиғасы орын алды ғой. Сонда қараңыз дейді, Алла тағала екі мамандықтың иелерін бір жерге жинаған сияқты болды дейді, ислам ғалымдары айтады. Аналар келді де мыналарға сауда саттықты үйретті дейді. Мыналар оған жауынгерлікті үйретті дейді. Мысалы Абдурахман ибн Ауф сауданың түбін түсірген кісі Меккеден келді де не деді? Маған базарды көрсетші деді. Болды. Қараса әңгіме осыны. Маған базарды көрсетіп еді, кетті. Мединада оған тең келетін саудагер болмай қалды да. Осындай да қоғам өсті бір-бірін не қылады да. Жоқ жерін кім Ибн Халдун айтпай ма? Қоғам әртүрлі салалардан тұру керек дейді. Өйткені адамдар бір-бірін жабуда бір-біріне мұқтаж дейді. Бәрі бірдей, жаңағыдай кет мен тастаймын кәсіп. Тым жақсы адал кәсіп істеп жатсың да. Тым жақсы халал донер сатып жатсың. Тастадың да кеттің. Ана жерде деген қаншама балдар, жас жігіттер мысалға да жұмыс істеп жатыр. Жас семьяң жаңағыдай отағалар жұмыс істеп жатыр. Сондықтан ондай бір ақымақтыққа барудың керегі жоқ негізі.